Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде оян таңғы хабары. Таң берекелі болсын, қымбатты көрермен. Бүгін 26 наурыз сәрсенбі сәтті болғай. Сонымен қатар сәрсенбіде тек бақыт, мықты денсаулық тілеймін. Әнеки. Енді әлемде денсаулықты қалпына келтіруге арналған массаждың сан алуан түрі бар. Соның бір ерекшесі Юмейха әдісі. Кейде бұны жапон массажы деп те атайды екен. Пайдасы қандай? 100 естігеннен бір көрген артық демекші, көпшілік біле бермейтін Юмейха массажының ерекшелігін арнайы маманнан сұрап көрек. Ендеше Юмейха массажының пайдасы болғантай Сиез ханым бүгін бізге айтып береді. Қайырлы таң! Қайырлы таң! Таң жарық болсын, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, шүкір. Наурыз мерекеңіз құтты болсын. Наурыз құтты болсын. Құтты болсын. Көңіл күйіңіз қалай? Бәрі жақсы ма? Жақсы, қобалжып тұрмын. Ой, қобалжымаңыз, бізде бәрі күшті. Бізде таңғы позитив, таңғы көңіл күй. Енді маған жасап көрсетесіз ғой. Әрине сізге жасап көрсетесіз. Мен онда үстіндегі пенжекамызды шығарайық. Шешейін, айналайын. Келістіп тұрың. Дарын бізде бұған дейін басқа да массаж түрін жасаған еді. Ол Юмейха емес, қателеспесем. Дарын сен жайғаса бер. Ине массажы деген бар, нүктеге массаж, сосын жаңағы мануалды массаж. Енді мінекей Юмейха массажын толығырақ білеміз. Ол несімен ерекшеленеді? Сіз жауап бере беріңіз. Дарын жата ғой жаным. Жатайын ба? Юмейха массажы негізінде Жапония елінің массажы болады. Бұл массаж Жапония елінің дәрігері Масаюки Сайонжи дәрігері әріптестермен бірге ежелгі Қытай және Жапон медициналық білімдерін зерттей отыра, бұл адам ағзасының тошқаларымен Юмейха массажыны ортаға шығарған. Нүкте арқылы да емдейсіз бе Нүкте арқылы. Оны қалай табасыз, нүктелерін қалай білесіз? Міне дарынның арқасынан көрсетіңізші. Мысалы, біз бұл Юмейхада бірінші лимф тамырларының нүктелерімен, екінші бұлшық еттерінің тошқаларымен, үшінші сүйек буындарымен жұмыс жасаймыз. Ең бірінші мұна жерде, жамбас пен қуысында. Жамбас нүктелерін. Жамбас нүктесінде лимфи, арам қан мен таза қанның тошқасы бар. Мұна жерді бүт ұстағанда, егер лимфаларында тұз өте көп болса, мұна жер саусақ тегізбей ауырады. Ең үлкен тошқамыз лимф тамырының. Мұна жақтан да көрсек, мұна жерлерді басып жатырсыз ғой шамамен. Шамамен мұна жерде. Бұның бұрда осы жерге неліктен массаж жасаймыз? Бұл жүректен шыққан қанды аяққа барып тез қайтуына көмектеседі. Екеуі байланысты болып тұр ғой. Байланысты болады. Бұл лимфаларға тұз біріккен кезде аяққа қан бармайды, қанның барған қан жүрекке қайтпай қалады. Сол кезде варикоз пайда болады аяқта, қанның қайтпауынан. Менде неге варикоз бар десем, қан қайтпай қалады екен, е? Қан қайтпағандықтан тамырдан іштен қан кептеліс болып, тамыр созылып кетеді. Сонымен қатар қандай пайдасы бар осы Юмейха массажының? Юмейха массажының пайдасы істей беріңіз. Дарын қалай? Қан айлануын қалпына келтіреді, энергиясына, адамның энергиясына. Энергиясына әсер етеді екен. Энергиясына әсер етеді. Оған қоса мына қисайған омыртқаларымызды, буындарымызды орнына келтіреді. Емсіз, дәрісіз сауығына. Емсіз, дәрісіз сауығына. Қандай емдердің алдын алдыңыз бұған дейін? Басқа өздеріңізге келген? Қандай ауруларды емдедіңіз? Мысалы, қандай ауруларды емдедім? Мен крижан емдедім, астрахандроз, бас аурулары, ұйқысыздық, асқазанның тамақ қорту, нашарлауын, басқалай әйелдер ауруы, нерв жүйе аурулары, энтогенник аурулары, осыларға өте жақсы келеді. Болғандай қаным олса жаңаға Юмейха массажының әдісінде, мануалды массажының әдістері қолданылатын сияқты, Иә. Қолданылады, бірінші мұна жерде, бұлшық етіміздің. Дарын осылай жата берсе бола ма, әлде тік жату керек пе? Менің ойымша осылай жатпайды, негізінде рахаттанып дұрыстап жат, иә? Қолданып болсады, дұрыстап жатсайды. омыртқамызды Мақұл. Бұл да бір қателік шығар, иә? Ол қателік, омыртқамыз қисайып қалады, бұл қисаймау керек, түзу жату керек шамасынша. Одан кейін тағы қандай қателіктер болуы мүмкін?
Қателік массажды, қателік өте көп болады, бірақ та бұл адамдар көбіміз біле білмейміз. Негізінде қисық отырады, қисық жатады. Немесе күні бойы жұмыста отырады, я? Жұмыста отырады. Мысалы, бұл массаждың ең көбінде офисте жұмыс жасап, қозғалмай отыратын адамдарға өте пайдалы. Мына жерде ең үлкен точкамыз бар, бұлшық еттің точкасы. Мына астрахандроздың ең бірінші тұз жиналатын жері мына жер болады. Тұз не себепті жиналады ол жерге? Қозғалыстың аздығынан, қатты терлеп тұрып суыққа шыққанда, сол кезде мына тер қатып қалады. Адам денесіне шықпайды. Ал былай, енді бұл массажды күнде неше уақыт бөлу керек? Мысалы, 10-15 минут аптасына неше рет жасау керек, неше сеансын алу керек, үйде өзіміз жасай аламыз ба? Сау адам жылын 6 айда бір алу керек. 6 айда бір. 6 айда бір 10 күн үзбей алу керек. Өйткені мынау лимф тамырларымен жұмыс жасағандықтан қан ағысы баяуламау керек. Ал мысалы, тұз жиналатын варикоз бар, сондай адамдарға, арқасы ауыратын адамдар қанша бару керек? Олар 3 айда бір алу керек. Жеткілікті ме ол? Жеткілікті. Бұл массаж ешбір неге емсіз дәріс емдегенден басқа массаждарға еш ұқсамайды. Лимф тамырларының тұздарын бәріні тазартып. Неше уақыт жасайсыз негізі массажды? Массажды толық денеге ең бірінші мен аяқтан бастап жасаймын массажды. Мына белдегі омыртқа қисығына, омыртқадан аяққа табанға дейін жасаймын. Одан кейін арқадан басқа дейін. Кері айландырып жатқызбадым да қайтадан басын аяқтан жасап, қайта белінен басына дейін жасап, толық денеге жасап бітіремін. 1 сағат айланам. 1 сағат бой жасайсыз, иә? Тамаша. Дарын рахаттан жатсын ба? Күнінде 1 сағаттан 10 күн алу керек үзбей. Тамаша. Сонымен қатар әлеуметтік желіде видеолар көреміз ғой, мануалды терапия жасап жатқан кезде бір аяқтарын тартып жатады, қытырлатып жатады, енді сүйектерін. Бұл қаншалықты дұрыс сіздің ойыңызша? Одан қандай айырмашылығы бар осы мануалды терапиядан? Ол қытырлатып, аяқтан тарту, белін қытырлату, мойнын тарту, осы массажда жасалады. Осы массажда бар. Өйткені бұл мануалды массаж болып жасалады. Бұны тек қана білімді, білекті адамдар жасау керек. Жақсы білмейтін адам жасаса, тамыр үзіліп кету болады, жұлын үзіліп кету болады. Қатты күш керектенбеу керек. Орта дәрежеде күшті керектеніп, білімді, білекті адамдар жасау керек. Бұндай массажға барудың алдында оның білікті маман екенін қайдан білеміз? Зерттеу керек, іздеу керек, сұрастыру керек. Осы массаж, осындай жерде массаж бар екен. Алай, арнайы сертификат дегендер болмай ма? Сертификат болады қазір. Әр адам сертификаты болады. Жоғары жақтан зерттеп, тексеріп, бұл адам, бұл маманды игерген бе, жоқ па деп тексеру келеді. Мінекей, әдіс тәсілін көріп алдым. Үйде жасауға болмайды дейсіз қой, иә? Жасауға болады, үйреніп, бірақ та қытырлату, созу ондай болмасын. Тек қана мен қазір мен мына қабырғамен омыртқаның буынын босатып жатырмын, қабырғаның басының. Бұлшық еттің міне кетуімен, былай қарай, қабырға қарай кетуімен тұздарын айықтырамыз. Қосымша мына буындарымызда босайды. Тамаша. Енді Бұлғынтай ханым, былай істейікші, Дарын рахаттанған сияқты. Дарын тұра ғой. Бұлғынтай ханым осы бір өткенде келген кезде сіз айтып едіңіз ғой, менің аяғым, бір аяғымнан 3 сантиметр. Қазір қарап айтып бере аласыз ба? Қазір айтып бере алам. Бұның Дарынның сұрағы оның себебі өткенде Дарын арнайы 10 сеанс алған еді массаждан. Қолымызды түсіріп жатыр. Одан кейін енді мінекей қымбатты көрермен шынайы жауапты тыңдайықшы. Қазір аяғы бірдей ме? Өткенде бұлай камераның өзініңді бұлай ұстағанда сіз көргесіз. Көрдіңіз ба? Аяғы тепе-тең. 10 күніне курсмен тарымызға тұрақты міне массажын алған. 2 аяғына тепе-тең орнына келді. Бұған сіз өзіңіз куәгерсіз. 10 курс алғаннан, е? 10 курс алған, үзбей алу керек. Тарын мырза үзбей алды. Дарын, сен өзің қандай айырмашылық байқадың ағзаңда, денеңде? Мен шыны керек, әдетте шаршап қала беретін ғой. Үйге келіп, шаршап қалып, кәдімгідей не істерін білмей, сондай бір әсерде болатын. Қазір енді кәдімгідей күшті әсер. Өзім күнделікті жүрген кезде де жақсы сезінемін. Дене, бүкіл денелерім ауырмай. Өзгеріс байқадың? Оның негізгісі ол жерде менің ойымша спорт. Мен көп болды спортпен айналыспағаным. Сол себепті мына жақта барлығы, тұздың барлығы
жиналып қала береді. Ал массаждың көмегі өте зор. Рахмет сізге болғандай ханым, студиямызға келіп, пайдалы мардымды сұхбат бергеніңізге мың алғыс.